Саламатсыңар балдар. Бүгүн сага барыңар катышкыла. Биринчи биз текстин жаңы сөздөр менен тааныша алабыз. Алар кандай сөздөр? Көңүл бурабыз баарыбыз. Шен шыңцы жаңы сөздөр. Шен шыңцы жаңы сөздөр. Чө бару. Шүша мектеп. Мен жооп бола. Кан көрүү. Шу китеп. Дагы бир жолу окуйм. Мен кошо окулууга. Чү шүша кан шу кийинки бөлүмдү карайбыз. Кийинки бөлүм бизде 3-чү бөлүм бул текстти карайбыз. Биринчи текстте A, B. Болот. A'ди окуймун. 明天星期六你去学校吗? Дагы бир жолу окуйм. 明天星期六你去学校吗? Дагы бир жолу окуйм. 明天星期六你去学校吗? Которомун. Барыңар көңүл буруңар балдар. Эртең суббота. Сен мектепке барасыңбы? Биринчи сүйлөм боюнча сурооңор барбы балдар? Кандай сурооңор болсо айткыла. Түшүнбөгөн жериңерди сурагыла. Макулбу? Кийинкиси B. 我去学校окуйбуз бардыгыбыз. Мектепке барам котормосу. Мектепке барам. Бул эки сүйлөм боюнча сурооңор барбы? Кандай сурооңор бар? Сурооңор жок болсо кеттик дальше. Текстин уландысы бул. Текстин уландысы A, B. A'ди окуймун. 你去学校做什么? 你去学校做什么? Мектепке барып эмне кыласың? Мектепке барып эмне кыласың? Кийинки сүйлөмдү окуймун. 我去学校看书. 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 Которомун. Мектепке барып китеп карайм. Мектепке барып китеп карайм десеңер да болот. Мектепке барып китеп окуйм десеңер да болот. Бул эки сүйлөм боюнча кимде кандай суроо бар? Баары түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү болсо анда ушул жаңы сөздөргө текстке байланыштуу көнүгүү иштейбиз. Көнүгүү бизде бул суроого жооп беребиз. Бул жерде 5 суроо бар экен. 5 суроого бул жакта 5 жооп бар экен. A, B, C, D, E, F деген. Суроого жооп беребиз. Биринчисин окуймун мен. Биринчи сүйлөмдү окуйм мен. Силер угуп туруп алам. Жоонун табасыңар. 今天星期几? 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 Которомун. Бүгүн кайсыл күн? Бүгүн кайсыл күн? Кимде кандай суроо бар? D десеңер болот, B десеңер болот. B 星期日. 星期日. Бүгүн жекшемби дейт. Си 我去朋友家看书. Досумдун үйүнө барып китеп көрөм дейт. Үйүндө китеп көрөм дейт. D 我不会, 我爸爸会. Атам билет, мен билбейм дейт. И 今天是10月5号.
Бүгін октябрдың 5 дейт. F. Та аршыжу сыйла. Ал 29 жашта. Шында қайсынсы тұра келет? Ди дейсіңер бі? Ладно. Кейінгі сөйлемді қарайыз. 今天是几月几号? 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 Бүгін қайсыл ай, қайсыл күн дейді. Бүгін қайсыл ай, қайсыл күн дейді. Бұл жердің дағы дәлі таңдайыз. Дүйіні кетті. Шинчиры, жексенбі бүгін дейді. 我去朋友家看书, досымдың үйінде кітап көрем дейді. 今天是10月5号. Бүгін октябрдың 5 дейді. If та 29 сыйла. Ал 29 жашта. B дейсіңер. Мақұл. Анда үшінші сөйлемді қарайыз. 明天你做什么? 明天你做什么? Ертең сен не қыласың? 明天你做什么? Ертең не қыласыз? B дейін кетеді. Не қылады екен? Қайсынсы? И дейсіңер бе? Бар өз активна қатышыңыз балдар. Төртіншісін оқимын. 你会说汉语吗? 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 Сен қытайша сөйлейсің бе? Сен қытайша сөйлейсің бе дейді. Бұл жерде C менен F қалды. Қайсынысын таңдайсыңар? Сені мақұл. Кейінгісін қарайыз. Аз бардығын жасай өрәйлі сөйлемдердің аяғында жауаптары бар. Бешіншісін оқимын. 你的汉语老师多大了? 你的汉语老师多大了? Қытай мұғалімі қанша жашта дейді. 你的汉语老师多大了? Қайсынысы? Бізде бірлі вариант қалған. Ал B. F деген. Анда сілердің ойыңар бұнда болса, тура жауын қарайбыз. Текшеріңіз әрбір сөйлемді. Біріншісі, шинчичи, бүгін қайсыл күнін жоғанда екен? B екен, шинчиры, бүгін жексенбі. Тура жауап жексенбі, B. Екіншісі, жинтенші жи, үй жи, ха. Бүгін қайсыл ай, қайсыл күн дейді. Бұның тура жауын көріңіз. Бұның тура жауы И екен. 今天是10月5号. Бүгін октябрдың 5 дейді. Кейінгі сөйлем бұл C екені. 明天你做什么? Ертең не жұмыс қыласың? C бізде. 我去朋友家看书. Досымның үйінде кітап көрем дейді. Кейінгі сұрауын қарайыз жауын. D екен. 你会说汉语吗? 你会说汉语吗? Сен қытайша сөйлейсің бе дейді. 我不会，爸爸会。我不会，爸爸会。Мен білбеймін, атам біледі дейді қытайша сөйлегенде. Ақырғы сөйлемнің жолын қарайыз. F екен. 你的汉语老师多大了? 你的汉语老师多大了? F вариантында та 29 сыйла. Ал 29 жашта. Та 29 сыйла. Ал 29 жашта. Сөйлем бойынша, текст бойынша, жаңы сөздер бойынша кімде қандай сұрау бар балдар? Сұрауларыңар болса бергіле. Сұрауларыңа жоқ болса, анда үйге тапшырма. Жаңы сөздерді жаттайбыз. Прописать X строчкадан. Текстті жаттап айтып беріңіз. Мақұл, саламатта қалыңдар.